Осы уақытқа дейін жауабы айтылмаған 5 сұрақ. Құрметті Серікжан Біләшұлы, сіздің атыңызда ешқандай ИП тіркелмеген, ешқандай бизнесіңіз де жоқ. Сіз кәсіпкер немесе басқа бір ісіңіз жоқ. Бірақ бір күнде Алматыдан 3 пәтерді сатып алғансыз. Және ол пәтерлерді өз атыңызға емес, анаңыздың атына рәсімдеп қойдыңыз. Неге? Жауабын айтыңызшы. Егер ол табысыңыз және алған пәтеріңіз заңды болса, неге жасырасыз? Осыған жауап күтеміз. Келесі, шетелге өте жиі шығып тұрады екенсіз. Соңғы кезде өзіңіздің табынушыларыңыз да өзіңізбен қоса шетелге жиі шығатын болып жүр. Оған себеп неде? Елге салым салып жинаған қорыңыз 78 000 теңге деп өзіңіз жарияладыңыз. Сонда осы ақша сізге жетіп жатыр ма? Кім сіздерді желеп жүр? Қара халық күн көріске қаржы таппай қиналып жүргенде сіздің осылай шайқап өмір сүруіңізге не себеп? Пәтер аласыз, шетелге шығасыз. Осының себебін түсіндіріп бере аласыз ба? Үшінші, Қытайда қалған Қытай ұлты жан-жарыңыз қазіргі жағдайы қандай? Оны неге Қытайда қалдырып кеттіңіз? Неге ертіп алмадыңыз? Осы сұрақтардың жауабы түсініксіз. Төртінші сұрақ. Қытайда өзіңіз айтпақшы, Қазақстанға қатысты барлық қандастарымыз түрмеге тоғытылып жатыр. Оны бәріміз білеміз, бәріміздің жүрегіміз ауырады. Бірақ неге екенін қайдам? Өзіңіздің туған әпкеңіз бен жездеңіз Қытай мен Қазақстанның ортасында еркін келіп кетіп жүр. Осы жағы еш түсініксіз. Әлде сіздің туыстарыңыз ерекше қорғалған жандар ма? Не үшін Қытай оларға Серікжан Біләштің туыстарын шекараның екі жағында сайрандатып еркін жүргізіп қойды? Осыған жауап берсеңіз екен. Бесінші, өзіңіз сияқты Мұратхан Шоқан, Серік Ахметжан түрлі зиялы қауымдарымызды сыртынан қаралап, түрлі видеолар жіберіп, халыққа жаманатты етіп, ютубқа көрсетіп, айтып жүресіз. Бірақ өзіңіз сол жалпы қазақ элитасының ортасына барып, түрлі сұрақтарға жауап беріп, ашық диалогқа шықпайсыз. Не себепті? Әлде сіздің жұмысыңыз тек сырттан қаралау, ютубқа жамандаудан ары аса алмайды ма? Осы сұрақтардың жауабын берсеңіз екен. Жауабы әлі күнге берілмеді, бірақ ісіңіз бен сөзіңіз сәйкес келе бермейтіні осыдан ақ байқауға болатын сияқты. Қазақ халқы осы сұрақтың жауаптарын сізден күтеді. Тағы еске түсіріп қайталап өтейін. Ешқандай кәсібіңіз, бизнесіңіз, тіпті жұмысыңыз да жоқ. Бірақ пәтер аласыз, оны жасыру үшін өзге адамның атына тіркеп қоясыз, шетелге жиі шығасыз, шайқап өмір сүріп жүрсіз. Сізді басқа ел арнайы қаржыландырып отыр ма? Осы сұраққа жауап берсеңіз. Қытайға кіріп шығу қиын болып қалған кезде сіздің туыстарыңыз еркін кіріп шығып жүр. Тіпті Қазақстанға уақытша тіркеуге де тұрып алған екен. Оған сіздің бір көмек себебіңіз бар ма? Қытай сізді таныса, сіздің туыстарыңызды бірінші тұтқындауы керек емес пе? Қазақтың барлық зиялы қауымын қаралап аттарына күйе жағып, ютубқа ойыңызға келген сөзді айтып тұрғандағы мақсатыңызды айтсаңыз. Қазақтарды өз ардақтыларына қарсы қоюдағы міндет ойларыңыз қандай? Осы сұрақтардың жауабын өзіңізден күтеміз.